Қалай жеңіл жүрісті болып кеткенімді түсінбей қалдым. Өмірден алынған әңгіме. Привет, қыздар. Просто менің историям мүмкін біреуге қателік жасамауға көмектесер. Өзім 9 сыныпта оқуға кеттім. Анам ғана өзі сүйреп келеді. 4 баламыз. Мен үлкенімін. Менен көп үміт күтті. 3 курста уже мамамдар ақша жібере алмады. Өздерінің жүріс-тұрысына жетпеді. Мен грантта едім, но ол жетпеді. Қыздармен қыдырып мен де солай сәнді киінгім келді. Мамама да көмектескім келді. Стипендия түскенде 3 қыз бірге тұратынбыз. Солармен клубқа баратын шығардық. Солай жүріп клубта ухаживать ететін жігіттер табылды. Телефон алмасып солай жүрдік. Содан бір күні жігітпен жүре бастадым. Ол сразу төсектің темасын бастайтын. Жоқ деп жүріп қалай бүлінгенімді білмей қалдым. Ол сол жағдайдан кейін мүлдем жоқ болып кетті. Мені көрсе көрмегендей басқа қыздармен жабысып билеп жүрді. Ерегесіп мен де басқаларға жабыстым. Солай жүріп жаймен бірінен соң бірін ауыстырдым. Жігіттің арасында ақша беретін жігіттер пайда болды. Ол ақша берген жігіт өз ортасына ұсынған шамасы солар ақша ұсынып өзім де қосылып жүрген соң келісіп жүрдім. Олар өз сумасын айтса мен өзімдікін айтып болдым. Солай жүргенде қасымдағы қыздар менің не істеп жүргенімді біліп қойып бөлек кетіп қалды. Басқа қыздар таптым. Олар темекі тартып араққа жақын қыздар еді. Оған да үйрендім. Любой стрессовый жағдайда ішуді шығардым. Енді олай жасамаймын деп официант болып кірдім. Сол жердің админы 36-38 арасындағы жігіт еді. Сол мені ұнатып жүрді. Бірақ үйленген еді. Ол мені алғаш үйіме шығарып сап жүрді. Содан өз әйелі жайлы айта бастады. Әйелі қызықтырмайтын бала үшін жүргенін айтты. Мен де өз ақшалай қысылып жүргенімді айттым. Сөйтіп жүріп өзімнің бүлінгенімді де айтып қалдым. Но просто жігітім болған сол жағдайдан кейін кетіп қалды деп айттым. Сол кезден бері маған басқаша қарап бастады. Сабақ жоқ, демалыс уақыты бос болған соң 2 ауысым жасап жүрдім. Қатты шаршасам да үйге бармауға тырысатын едім. Солай админ маған ақшаға болуды ұсынды. Просто арасында деп 20-30 мыңдап беріп жүрді. Көтеріп қалдым, оны алдырды. Одан кейін тағы қосылып жүре бердік. Сосын сабақ басталды. Арасында жұмысқа барып жүрдім. КВ еш кім болмаған күні шақырып алатын болдым. 50 мыңдап беретін болды. Сондай кезде. Олай жүріп мен де ол да жалықты. Мен оқу бітіріп басқа қалаға кеттім. Ол жақта да сондай случай болмасын деп өткенді ұмытуға тырыстым. Бірақ любой ақша жоқ болған кезде сразу сол жол есіме түсетін. Онда тұрған не бар деп. Қазір ойым мүлдем өзгерген. Тұрақты жұмысым бар. Ондайға жоламаймын. Жігітім бар, но ол бұрынғы өмірімді білмейді. Айтуға батылым бармайды. Үйлену ойында бар, сөз салып жүр. 1 жыл жүрдік, но төсектің темасын қозғаған емес. Сол адамға лайықпын ба деп өзімді іштей жеп біттім. Алдымнан шықса қайтем, өткен өмірімдегілер деп қатты қорқам. Айтқаным дұрыс па, или жасырып жүре берейін